17 жасар жас бала өзінен 2 есе үлкен әйелге ғашық болып қалады және жігіт оған қол жеткізіп уақыттарын бірге өткізіп жүреді. Бірақ жігіт әйелдің өткен өмірі туралы білгенде барлығы өзгереді. Сәлем достар, сіздермен бірге Қазақша кинолар каналы. Бүгін мен сіздерге 2008 жылы жарық көрген «Штец» деп аталатын керемет фильм туралы баяндап беретін боламын. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал мен бастадым. Ты же за этим вернулся. Батыс Германия, 1958 жыл. Киноның басты кейіпкері Михаил өзін нашар сезініп трамвайдан түседі және шеттегі бір үйдің астына тұрады. Үйдің табалдырығында ауырып тұрған Михаилды бір әйел көреді және жігітті үйінде бақылап көрмекші болады. Михаил әйелге өзіне үйіне жетіп алуды айтады және сол жерде әйелмен қоштасады. Михаилды емдеу үшін дәрігер келеді және жігітке жұқпалы ауру бар екендігін анықтайды. Жігіт 3 айлық карантинде емделеді. Сауығып біткен соң сол күні көтеріп жәрдем берген әйелдің үйіне бір шоқ гүлмен келіп рахметін білдіруге келеді. Әйел гүл үшін рахмет айтып, Михаилға жұмысқа кешігіп жатқан жөнінде айтады. Жігіт әйелдің киініп алу үшін сыртқа шығып күтіп тұрады. Әйел киініп жатқанда Михаил оны байқатпай қарап тұрады және оны әйел сезіп қалады. Осы ісіне қатты ұялған Михаил үйден тезірек шығып кетіп қалады. Келесі күні Михаил әйелдің трамвайда кондуктор болып жұмыс жасайтынын біледі. Ертесі күні Михаил әйелдің үйіне кеше соны сағалаған үшін кешірім сұрауға келеді. Әйел жігітке жертөледен шелекпен көмір әкелуді сұрайды. Жігіт көмірді алып келеді және үсті басы күйе болған Михаилды көргенде әйел оған жуынып алуды ұсынады. Михаил жуынып алған соң әйелде киімін шешеді. Жігітке жақындап оны сүйе бастайды. Содан олар төсекте пататамен айналысады. Сол сияқты әр күні Михаил мектептен шыға сала әйелдің үйіне баратын болады. Бір күні төсекте романтикалық қарым-қатынастан соң Михаил әйелдің есімі Ханна екендігін біледі. Ханна жігіттің мектеп оқулықтан кітап оқып беруін сұрайды. Уақыт өтіп, бұл әдетке айналады және әр жолы Ханна жігіттен кез келген кітап оқып беруді әдетке айналдырып алады. Бір күні түсінбеушіліктен Михаил мен Ханна ұрысып қалады. Әйел Михаилды ренжітіп қояды, бірақ Ханна біраздан соң жігіттен кешірім сұрап қызып кеткенін айтады. Күндердің бірінде ажырамайтын болып қалған жұптар төсекте жатқанда Михаил Ханнаға 2 күнге велосипедте сапарға шығуға ұсыныс жасайды. Михаил әйелмен түскі ас ішу үшін тіпті маркалар коллекциясында сатады. Сапар кезінде жұптар шіркеуге келеді. Ханна шіркеудегі балалар әндеткен әнді естіп бірден жылайды. Біз 1995 жылға өтеміз және ұлғайып заңгер болған Михаилды көреміз. Ол сот залына кіріп отырады. Содан кейін біз тағы да өткен күндерге ораламыз. Михаил мектепке жаңадан келген сыныптасы София есімді қызды ұнатып қалады. Содан соң жігіт тағы да Ханнаның үйіне келеді және жазушы Чеховтың кітабын оқып береді. Ханнаға жұмыста лауазымын көтеретіндігі туралы хабар келеді. Енді ол басқа жерде жұмыс істеуі керек еді. Михаил туған күнін достарымен Софиямен өткізуден бас тартып Ханнаға келеді. Бірақ Ханна жынданып бір түрлі болып кеткен еді. Михаил бүгін оның туған күні екенін, достарымен бірге қарсы алмай Ханнаға келгенін айтады. Сондай-ақ әйел оның туған күнімен құттықтамаған үшін ренжіп қалады. Олар дауласады және татуласады және соңғы рет пататамен айналысады. Ертесінде Михаил Ханнаның үйіне келгенде оның көшіп кеткендігін біледі. Бұл жағдай жігітті күшті жүрек жарақатына алып келеді. 1966 жыл. Ханнамен айырылысқанына 8 жыл болды. Михаил заңгерлік университеттің студенті болатын. Студенттер жатақханада Марта есімді сүйкімді қызды ұнатып қалады. Михаил студенттермен бірге ұстаздар басшылығы да тәжірибе үшін консул лагеріндегі болған қылмыс бойынша сот процесіне қатысады. Жігіт сот залындағы дауыстардың бірінен айыпталушы сүйіктісі Ханна екендігін бірден таныды. Содан кейін Михаил ескі естеліктерден студент достарына да қосыла қоймады. Сондай-ақ өзін олардан бөлек ұстап жүреді. Кезектегі сотта жігіттің бұрынғы ғашығы неміс консул лагеріндегі күзетші болып жұмыс жасаған және одан кейін басталған жарылыс пен өрт кезінде ол шіркеуді паналаған және сол жерде тіріде өртенген 300 еврей әйелге есік ашпаған деп айыпталады. Соттан кейін Михаилдың досы консул лагерінде жұмыс істеген барлық адамдарды атып тастау керек екендігін айтады. Ертесіне Михаил Ханнаға істеген консул лагеріне барып тексеріп шығады. Сөйтіп кезекті сотта басталады. Сот барысында басқа күзетшілер Ханнаның бастық екенін айтып, барлық құжатқа қол қойған деп барлық кінәні Ханнаның мойнына ілуге тырысады. Және әйелдің қолын көру үшін алдына қағаз бен қалам қойылады. Кенеттен Ханна үшін оқыған кітаптарын есіне түсіре отырып, Михаил оның сауатсыз екендігін, сондықтан бұл құжатқа қол қоя алмайтындығын түсінеді. Солайша сот Ханнаға өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын береді. Жігіт мұғалімнен Ханнаға көмектескісі келетінін айтып, тіпті түрмеде онымен кездесуге жазылады. Бірақ бұрылып жарты жолда кетіп қалады. Ол Ханнамен кездесудің орнына сүйіктісі Мартаға келеді және түнді бірге өткізеді.
1976 жыл сот болғанына 10 жыл болды. Михаил әйелімен ажырасып, кішкентай қызымен туған қаласына барады. Ол бір кездері Ханнаға оқып берген кітаптарын тауып алады және оны диктофон арқылы дыбыстай бастайды. Ол осы кітаптардың жазбаларын түрмеге сүйіктісіне жібереді. Бұл Михаил үшін әдетке айналып жылдар бойы жіберіп отырады. Ханна оның жазбаларын тыңдап, түрме кітапханасынан алған кітап мәтінімен салыстырады және осылайша бірте-бірте оқу мен жазуды үйреніп алады. Күндердің бірінде Михаил Ханнадан рахмет айтып жазған хатты алады. Осылайша жылдар өтеді. Михаил әлі күнге дейін Ханнаға пакеттер жібереді, бірақ оның хаттарына жауап бермейді. 20 жылдан кейін Ханнаны босату туралы шешім қабылданады. Михаил оған көмектесе алатын жалғыз танысы болғандықтан түрме бастығы бірден оған хабар береді. Олар 28 жыл ажырасқаннан кейін түрме асханасында кездеседі. Ханна оның оған деген көзқарасына алаңдайды, ал Михаил оның адамзатқа қарсы қылмысы үшін өкінуін айтады. Олар асханада жылы сөйлеседі және Михаил кетер алдында бір аптадан кейін алып кетемін деп айтады. Түрмеден шығар алдында бір күн бұрын Ханна өз камерасында асылған күйінде табылады. Өз-өзіне қол жұмсамас бұрын ол түрмеде отырып тапқан ақшасын сол концлагердің тірі қалған жалғыз тұтқыны, қылмыстарының куәгері және құрбаны Илана Метерге өсиет етеді. Михаил Ханна қайтыс болғаннан кейін камерасына барады және оның оқыған кітаптарын көреді және түрме әкімшілігінен Ханна өсиет еткен ақшаны алады. Ол Нью-Йоркке Иланамен кездесуге келеді, бірақ әйел Ханнаның ақшасын алудан бас тартады, өйткені олардың лагерінде істеген қателіктерінің қасында бұл ештеңе емес еді. Илана ақшаның орнына ақша сақталған қаңылтыр банканы алуды жөн көреді, себебі бұл оның бала кезде лагерде болғанын еске түсіреді. Михаил Ханнаның артынан ақшаны еврейлердің сауат ашу қорына аударуды ұсынады. Илана қарсылық білдірмейді, бірақ жауап ретінде еврейлердің сауатсыздықпен күресуден басқа қаражатта болатындығын түсіндіреді және өзіне лайықты қор тауып соған қайырымдылық жасауды түсіндіреді. Біз 1995 жылға қайтамыз. Михаил өзінің есейген қызымен сол бір кездер Ханнамен келген шіркеуге келеді және Ханнаның қабірін көрсетеді. Михаил қызына бұл әйелмен оның ортасында болған оқиғалардың барлығын айтып береді және сол жерде фильм аяқталады. Достар, фильм туралы не айтасыздар? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осымен біздің кино аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.